Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Осындай бауырдан пир торт істедім. Өте керемет. Таңғы шайға жасадым. Міне осындай дәмді. Бауырдың сыртын негізі пленкасын алып тастауға болады. Мен алған жоқпын. Мен неде өткіземін? Измельчитель ыдыста осылайынан турап орталарынан бір-бір бөлем қазір. Осылайынан бөліп аламыз да. Сосын мен ыдысыма саламын. Бұны бір пияз, 5 чеснок, зубчик. Осылайынан турап аламын пиязды. Осылайынан естіп етіп аламыз да, бөліп аламыз да. Одан кейін чеснок саламыз сіне. 5 зубчик. Сосын кейін бірінші нетем, осылайынан езіп аламын. Жақсылап тұрып. Тұз салуға ұмытып кеттім. Тұз, бұрыш, дәміне қарай. Содан кейін осылайынан еземіз жақсылап. Видеоны соңына шейін көріңіздер. Тура видеодағыдай істесеңіздер күшті болады. Енді 2 жұмыртқа қостым. Оған міне 8 столовый ложка ұн қостым. 8 емес 4 столовый ложка. Тағы да өйстіп араластырып алдым жақсылап тұрып мескенмен. Мына осындай шықты. 2-3 столовый ложка сұйық май құйып, осылай ожаумен жақсылап тұрып араластырдым. Как блины сияқты істедім да, өте керемет болды. Сосын мен тавада осылайынан табаға құйып алдым, блины қойғандай. Содан кейін осылай аудардым, міне екінші жағы қып-қызыл болды. Екі жағын да осылай қызартып аламыз. Содан кейін осылайынан бүкіл бауырдың несін пісіріп алдым. Содан кейін міне морков, теркадан өткіздім, жудында бір морков. Сосын кейін чеснокты теркадан өткізіп езіп алдым. Үстінен майонез қостым. Содан кейін начинкасын істедім. Короче, бұл өте керемет болып шықты. Каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Міне осылай болып шықты. Сосын осылайынан жағып отырамын ортасына. Шет-шетіне до конца жеткізген жоқпын, өзіміз жейтін болғандықтан. Қонақ не шақырса кольцаға істеймін, жан-жағына бәріне жағылады әдемі болып. Міне осылай болып дәмді болып шықты. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.